Екіншіден, сіз жаңада айтқан аят бар, расында да, мысалы ар-рахману алал арш истауа немесе Табарак сүресіндегі ман фис самауати деген аяттарды келтіре отыра, міне аспандағы зат деп айтып жатыр ғой Алла жайлы дегенде, бұл басқа Құранның аяттарында Алла жайлы айтылған аяттарға қарсы келіп жатыр. Бұны дәл осылай түсінбеуіміз керек болып қалатындығына дәлел бар. Себебі жаңағыдай өзіңіз айтқандай, жүзіңізді қайда бұрсаңыз да Алла сонда деген аятты қалай аламыз онда? Енді ақыр тура мағынада түсінетін болсақ, қалай аламыз? Немесе Құран-ы Каримде «Ва хуа ақрабу мин хаблил варид» ол сіздердің қан тамырларыңызда да жақын деген аятты қалай аласыз енді? Арш қаяқта, біздің мойнымыздың тамыры қаяқта? Егер енді арш ала біздің мойнымыздың ішінде десек, біз енді 6 миллиард халықпыз, 6 миллиард арш болады енді о кезде. Сонан соң бұл келген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бар айтылған. Бұл пікір. Пайғамбарымыз айтады, адам намаз оқып тұрғанда сәжде орнында Алла тұрады дейді. Жабир ибн Абдулладан келген хадис бар, осындай хадис. Адам көзін сәждеден алмаса, Аллах табарак ва тағала да сәждеден ол кісіге қарап тұрып, көзін алмайды деген сөзі бар. Яғни сәжде жасайтын орында Алла тағала. Немесе Алла тағала адам руку қылғанда руку орнында деген хадистер бар. Бұл хадистердегі не дейді о кезде адамдар? Аллах табарак ва тағала енді анда, енді мында деп орын бере берсек, сол жердің бәрінде бола ма? Тағы да осы мағынадағы бірнеше хадистер бұл аяттардың мағынасы тура мағынада түсінбеу керектігіне дәлел болады. Бәлки біздің әхлі сүнна уәл жамаада ірі ұлы имамдарымыз, имам Аш'ари, имам Абу Ханифа, имам Матруди сынды ұлы ғалымдарымыз бұл хадистерді келген кезінде қалай айтылды, солай қабылдаймыз деп айтылады біріншіден. Ал егер бір адам бұны ташбих қылып, яғни тура мағынада түсініп бара жатса ғана тәуилге барамыз дейді. Тәуил қылғанның өзінде де сондай бұйрық бар, бұл тәуилді дұрыс, одан басқа тәуил жоқ деп кесіп айтуға да хақымыз жоқ дейді. Себебі Алла табарак ва тағаланың затын ешкім біле алмайды. Ешкім бұл ұлы заттың нендей зат екенін біле алмағаннан кейін біз Аллах тағала туралы мындай екен, андай екен деп кесіп айтуға ақымыз жоқ болады. Тек оны түсіндірме ретінде ғана бұл хадисті тура мағынада түсінбеңіз, Аллаға дене мүше беруге болмайды, Аллаға мекен беруге болмайды деп қана түсіндіреміз. Бұл ақли дәлелмен де, пайғамбардан келген нақли дәлелмен де айтылған сөздер анық. Бірақ бұны кейбір бауырларымыз осы күндері жаңағыдегі өшіп кеткен кейбір нәрселерді жаңғыртамыз деп бір адасып жүргендіктері бар. Аллах тағалаға ешқашанда дене мүше беріп, ешқашанда орын беруге ақымыз жоқ. Себебі Аллах тағаланың сипаттары негізі бізге келген сипаттарын біз үш түрлі қабылдаймыз. Бірінші сипаттары бар, оларды камалул махд деп атайды. Аллаға кемелдікті білдіретін сипаттары бар. Алланың кемелдігін білдіретін сипаттар, мысалы, Алла тағаланың қадир деген сипаты. Алла аса құдіретті, азиз деген сипаты бар. Алла, бұл да енді өте аса құдіреті шексіз деген мағыналарды беретін сипаттар. Енді бұл сипаттарға еш талассыз әркім аудармасын бере береді. Екінші дәрежедегі сипаттар бұл камалун нахд деп атайды. Нақд дегеніміз, яғни Аллах табарак ва тағаланың кейбір сипаттары міндетті түрде тәуил қылынған сипаттар бар. Бұны тіпті Сахих Бұхариде, имам Бұхаридің өзі де, тіпті ірі ұлы сахабалардың өздері де, пайғамбардың өзі де тәуил қылған кездері болған. Ол сипаттар, мысалы, Алла тағала ұмытып кетті деген сипаттар сияқты сипаттар. Мысалы, Алла ұмытушы емес қой. Құран-ы Каримде айтады, Алла тағалаға қарыз беріңдер деп айтады. Алла немесе сіздерден қарыз сұрап жатыр деп айтады. Пайғамбарымыздың бір хадисінде айтады, Алла тағала мен ауырып тұрғанда неге мені көрмедің дейді. Яғни Аллах ауырушы меді. Дерт болып сырқаттан науқастанушы меді Алла тағала. Немесе Алла тағала ұмытып кетуші меді. Мен сенің алдыңа келіп тиын тебен сұраған кезімде сен неге бермедің деген хадистерінде келеді. Сахих хадистерде.
міне бұл хадистердің барлығын Аллах Тағала балама мағынада айтып тұр, тура мағынада айтып тұрған жоқтығы қабылданады. Бұғанда талас жоқ екен. Тек таласатын нәрселер мағынасы көп мағыналы болған Аллах Тағаланың сипаттары. Олар Аллах Тағала туралы айтылған кейбір Құран және хадистегі аяттар Аллах Тағаланың дене мүшесі бар, жоқ, қолы, көзі деген мағынадағы сипаттар, бұлардың барлығы дерлігі тәуил қылынады. Себебі бұл тәуилдерді біз сәләф салихтарымыздан, атап айтқанда Ибн Аббас сияқты ірі ұлы ғұламамыздан алғанбыз. Бұл сахаба тәфсірдің төресі болады. Бұл сахаба тірі университет болған кісі. Өзінің заманда ең бірінші ислам университеті осы кісі болған. Оған дәлел күндердің күні бұл кісінің манақибында осы кісі туралы тарихта келеді. Абдулла ибн Аббас өзінің жаңағыдай қызметшісін алып үйінде отырады екен, қызметшісіне айтады екен, шақыр адамдарды, Құран туралы сауалы болса айтсын дегенде, қызметші шығып айтады екен, халайық, кімде-кімнің Құран жайлы сауалдары болса үйге кіріңіздер деп. Барлығы үйге кіріп Құран жайлы сауал қойып болған соң, бауырлар ренжімеңіздер, сыртта тағы да басқа бауырларыңыз күтіп тұр дегесін, олар шығып кетіп, қызметшісі енді хадис жайлы сауалдарыңыз болса тағы айтыңыздар деп соларды кіргізіп, яғни әр пәнді бөліп өзінің үйінде сауал жауап өткізгендігі бар. Бұл кісінің біліміне ешкім енді күмән келтірмес. Абдулла ибн Аббас деген бұл ұлы ірі сахаба болған. Осы кісінің өзі Құран аяттары туралы сұраған кезінде тәуил қылып отырған. Алланың ар-рахману алал арш истауа дегенді тура түсінбеңіздер. Жаңалдегі ядуллахи фауқа айдихим деген аяттарды тура түсінбеңіздер деген сахих риуаяттары бұл кісінің, Абдулла ибн Аббастың, Ибн Жарир Табари өзінің тәфсірінде анық риуаяттармен келтіріп береді. Сондықтан сахабаларымызда тәуил қылған, сәләфтарымызда.